Қазір тіккен сыпыраның сөмкесін тігемін. Ол үшін маған осындай екі өлшемдегі дақ матасы керек. Ал өлшемдерін видеода жазып қалдырамын. Алдымен ручкасын тігемін. Ол үшін мына жағынан кішкене 1-1,5 сантиметр қайырып бүктеп, дәл осылай. Сосын екеуін былай қойып, мына жерінен тігіп шығамыз. Енді сумкасының екі жанын тігеміз, сосын үстіңгі бөлігін тігеміз. Алдымен жоғарыдан 1 сантиметрді қайырып алып, сосын тағы да 3 сантиметрді осылай қайып бүктеп, дәл осы жерден тігеміз. Міне түзу тігіспен тігіп шықтым. Енді шетіні зигзагтап аламын. Екі жағын бірдей етіп тіктік. Енді мына ручкасını қою үшін біз екі жағынан 6-6 сантиметр белгілейміз. Осылай 6 сантиметрді белгілеп алып, мына ручкамызды қоямыз. Біз бұны қойған кезде мына тігістері ішке қарап тұрады. Дәл осылай айналдыра тігіп шығамыз. Сөмкеміз дайын болды, осындай болып шықты. Қазір оңына аударып, ішіне сыпыраны салып көрсетемін. Міне, ішінде осындай болып тұрды. Ал нығыздығы, өлшемі барлығы бірдей болып тұр. Тігіп көріңіздер, кәделеріңізге жарасын.